Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня начинается новый объект. Мы обшиваем дом под ключ. Здесь, смотрите, у нас начинается прихожка. Мы покажем до, после. Здесь, смотрите, будет зеркало, здесь будет... Потом, получается, вот у нас кухня. На кухне у нас здесь будет все бежевым. Здесь у нас будет акцентная стена. Зеркалами вот черные такие будут. В принципе, все. Обшивка. Здесь будет обшивка у нас. С этой стороны будет пражки. С этой стороны будет ТВ-зона. Получается, вот это все уберем и заново поставим. И дальше у нас зал. В зале у нас сейчас вот эта стена. Здесь акцентно сделаем вот коричневым. Остальное у нас бежевым. Здесь тоже обшивается. Сонымен құрметті достар, бізде мына жерде айна қойдық. Осындай үш цветте жанады. Прихожканың жалпы тар прихожка болғандан пространствоны үлкейтеді. Осындай әдемі рифленый артында рейксмен. Мына жерде бізде қарасаңыздар полностью бәрі аккуратно істелген. Үсті стик, қара стик, астына плинтусты бамбуктың үстінен жібергенбіз. Мына жерде құрметті достар бүйтіп кіріп келгенде айнадан кейін оң жағымызда бізде кухня. Бұл жерде былай істегенбіз. Мына жақта акцентный қылып қойдық. Именно столдың арт жағын айнамен, затемненный, декоративный қылып қоңыр бамбукпен. Қалған жақты полностью осындай однотонный бамбукпен қаптадық. Кухняның артында клиенттің сұрауымен осындай әдемі қылып бамбук панельмен қаптадық. Кухнядан кейін бізде холл кетеді. Мына жерде получается біз ТВ-зонаны әдейіге өстіп қоңыр түспен выделять етіп қойдық. Артында подсветкасы бар, қоңыр бамбук. Бұл жерде акцентированный тағы сол жақта бізде диванның арты екі брамен өстіп кондерға отдельно тоқ шығарып үстіне мына жерде екі брамен бра тұратын жерде осындай увермен қаптап кеттік. Мына жерде бізде зал. Залға кірсек осындай керемет. Бұл жерде артық ештеңке керек болған жоқ. Чисто бір бамбук панельмен, тоже бежевый түсте. Мына жақта қоңырмен акцентировать еттік. Үйдің жалпы бамбугі 2-3 түсте артық болмасын деген оймен осындай бір әдемдеп әсемдедік. Мына жерде қарасаңыздар полностью аккуратно бәрі істелген. Плинтусты да біз істедік, получается, полностью үстінен қойып бердік. И паровойдың арттары бәрі өстіп әсемдеп кесілген. Көрсеңіздер, розетканы осылай қойдық.